Анньоң Яробун, Асель Йо. Сәлем достар, сіздермен Асель және Кимчи ТВ. Көп жағдайларға байланысты каналда видео шықпаған болатын. Не себепті шықпағанын кейбіреулеріңіз білесіздер де. Оған қарамастан қолдау білдіріп видео күткен жандар, сіздерге көп рахмет. Бастапқыдай аптасына 2 видеодан шықпаса да, бір айда бірнеше видеолар шығаратын боламын. Барлығы жоспарланған әртүрлі пайдалы және қызықты тақырыптарда болады. Әрине Корея және Корей тілі жайында. Барлығымыз дорамалардан көріп жаттап алған актерлардың есімдерін білеміз. Немесе әлемге әйгілі топ BTS тобының есімдерін жатқа білетін жандарда өте көп. Мысалы Ли Мин Хо, Чон Чонгук, Сон Джун Ки, Сьюзи деген сияқты. Бірақ бұл жерде қайсысы фамилия, қайсысы шын есімі екендігін білмейтін жандар да бар. Енді сол жайында толық айтып түсіндірейін. Мысалы, F4 дорамасындағы Ким Чан Ди, яғни мұнда 3 буын бар. Мұнда тұрған бірінші Ким ол адамның фамилиясы, ал Чан Ди 2 буын адамның есімі. Тек Чан немесе Ди және Чан Ди деп айтуға болмайды, олай айту қате және дөрекі естіледі. Егер корей тілінде біреуді шақыратын болсақ, толық аты жөнімен, яғни Ким Чан Ди деп шақыру керек. Немесе құрметпен шақыру, яғни ши жалғауын жалғап, Чан Ди ши деп шақыруға болады. Егер достарымызды шақырғымыз келсе, а немесе я жалғауларын жалғап, Чан Ди я деп шақыруға болады. Егер адамның атын білмесеңіз, кез келген жағдайда Чогио деп шақырсаңыз болады. Кореяда бәріміз білетіндей біздің мәдениетке ұқсас үлкенді қатты сыйлайды. Сол себепті үлкен жастағы әйелдің есімін білмесеңіз, Аджумони деп шақыруға болады. Ал үлкен жастағы ер адамды Аджоши деп шақыруға болады. Егер де сіздің бастығыңыз Корея азаматы немесе кез келген жердің бастығын Саджонгним деп шақыруға болады. Жоғары лауазымдағы адамдарды немесе профессорларды Кёсунним деп шақырамыз. Мұғалімдерді немесе сіздерге көмектесіп орысша айтқанда наставник болған адамды Сонгсэнгним деп шақырамыз. Соңғысы дорамалардан көп естіп жүрген және қазіргі таңда Кореяда да көп қолданылатын шақырту формасы Мама Чанди немесе Папа Чанди деп шақыртуға да болады. Бұлай көбіне мұғалімдер өз оқушыларының ата-анасын шақыртады. Енді корей тіліндегі фамилия мен есімдер жайлы қызықты деректер айтып өтейін. Кореяда бала туылған кезде оның аты жөнін ханча, яғни Қытай иероглифтерімен де құжатқа жазып енгізеді. Қыз және ұлдың есімдері деп нақты бөлінбейді. Тек Қытай иероглифтеріндегі сөздің мағынасы, мысалы нәзік, қызға теңеліп айтылған болып келсе, қыздардың есімін солай қояды. Тұрмысқа шыққанда қыздар көп жағдайда өз фамилияларында қалады, яғни өзгертпейді. Корея мәдениеті қазақтың мәдениетіне өте ұқсас деп үнемі айтушы едім. Айтқым келгені, қазақта 7 атаны бөлу керек деген сияқты корей халқында да орысша айтқанда род, яғни клонға бөлінеді. Қазақша айтқанда ол ру, яғни руы бірдей болса, қыз бен жігіттің үйленулеріне тыйым салынады. Елде тіпті жаңа туылған сәбиге туылған күніне, болашақ өміріне сәйкес келетін, арнайы ат қоятын, яғни есімдерді таңдап беретін агентстволар да бар. Егер сіз Кореяға барсаңыз немесе корей досыңыз болса, оларға біздің есімдерімізді және орысша есімдерді айту қиынға түседі. Айтады, бірақ дұрыс емес және күлкілі естіледі. Себебі корей тілінде қазақ тіліндегідей В, Қ, Ғ және Ө сияқты әріптер мүлдем жоқ. Және Р әріпін көп кәрістер мүлдем айта алмайды. В әріпін айта алмайтындықтан көп орыс есімдерін олар күлкілі және басқаша мағына беретіндей етіп айтады. Керісінше біздің де кейбір есімдеріміз оларға басқаша естіледі. Сол себепті оларға айтуға ыңғайлы болу үшін көп жастар өздеріне екінші корей есімдерін таңдап алады. Яғни корей тілінде өзіне ұнаған немесе өзінің шын есіміне сәйкес келетін есімді таңдап алуға болады. Сәйкесінше олар да Қазақстанда болса өзіне ұнаған қазақша немесе орысша есімді таңдап алып жатады. Ондай жастар өте көп. Соның арқасында өзінің шын есімі қорланбайды және сәйкесінше қызық ретінде адамның екінші корей тіліндегі есімі де болады. Сол сияқты менің де өзім ұнатып таңдап алған корей тіліндегі екінші есімім бар. Оны келесі видеода айтатын боламын. Ал сіздің корей тіліндегі есіміңіз қандай? Әлі таңдап үлгермесеңіз, ондай болса мен сізге таңдауға көмектесемін. Яғни келесі видеода қыздарға және ұлдарға арналған корей есімдерін таңдап талдайтын боламыз. Яғни әр есімнің айтылуын, мағынасын және жазылуын жазып көрсететін боламын. Сол себепті келесі видеоны жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Енді корей тіліндегі фамилиялар жайында айтатын боламын. Кореяда ең танымал 3 фамилия бар. Біріншісі Ким 21%, екіншісі Ли 15%, үшіншісі Пак 9%.
Небары 3 фамилия Корей халқының 45%-да кездеседі. Оңтүстік Кореяда небәрі 300 фамилия ғана бар. Олардың ең танымалы 13 фамилия. Ол елдің 60% халқында кездеседі. Сол себепті фамилиялары ұқсас бірдей адамдар көп жағдайда жақын туыс емес. Елдегі ең танымал фамилия Ким фамилиясы бүкіл әлемге танымал. Тіпті бұл фамилияға мақалдар да бар. Мысалы, Сеулға барып Ким мырзаны табу деген сөз бар. Яғни біздің тілде үлкен шөпті егістікте инені табу деген мағынамен тең келеді. Түсінгеніміздей, Ким фамилиясы өте көп таралған. Енді корей тіліндегі танымал фамилияларды өзіңіз дыбысталумен айтып көрсеңіз болады, және өзіңізге ұнаған немесе өзіңізге керекті фамилияны бөлек жазып қойсаңыз болады. Және Кореядағы ең танымал 10 корей актер мен 10 корей актрисасының аты жөндерін жазып көрсететін боламын. Және ең соңында әлемге әйгілі топ BTS тобының әндерін сүйіп тыңдайтын көрермендерім үшін олардың шын есімдерін толық жазып көрсететін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін көріңіздер. Ча Ыну, Сон Джун Ки, Пак Со Джун, Ли Чон Сок, Ким Сон Хо, Ли Мин Хо, Ли Донг, Ким Су Хён, Чи Чангук, Пак Богом, Сон Хегё, Ким Ю Джон, Чон Джи Хён, Пак Шин Хэ, Пак Бо Йонг, Шин Мина, Сон Я Джин, Ха Джи Вон, Пэ Су Джи, Пак Мин Йонг. Енді BTS тобының мүшелерінің есімдерін айтатын боламын. Бірінші жазылған ол олардың никнеймдері. Ким Нам Джун, Ким Сок Джин, Мин Юн Ги, Чон Хо Сок, Пак Чи Мин, Ким Тэ Хён, Чон Чонгук. Достар, міне видео соңына да жетті. Пайдалы әрі қызықты, түсінікті болды деген сенімдемін. Келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше, аньон.